Теміртау қаласы Арғын руына жататын ежелгі жерде Жауыртау шатқалының етегінде орналасқан. Дала кеңістігінен шатқалдың ең биік нүктесі Жауыр шоқысын көруге болады. Бұл жерлер аңыз әңгімелерге толы. Сол аңыздардың бірі бойынша, осыдан бірнеше жүз жыл бұрын ру басшысы Мұраттың отбасына қайғы келеді. Ұлдарының бірі Мырзамбет қайтыс болады. Сол кездегі жазылмаған заңға сәйкес, оның жесірі інілерінің бірінің әйелі болуы керек еді. Әйтпесе отбасына өшпес ұят келеді. Ал жесір әйелді өз туыстары алып кетеді. Қалған ұлдары бұл әдет-ғұрыпты ұстанудан бас тартады. Сол кезде Мұрат Нұра жағасында басқа балалармен бірге асық ойнап жүрген немересі Бегайдарды шақырады. Ол 10-11 жаста еді. Бала жесір қалған әйелдің күйеуі болуға келісіп, отбасын ұяттан құтқарады. Бегайдардың бұл ісіне Мұрат шапанның етегін көтеріп ризашылығын білдіреді. Бұлай ризашылық білдіру оның жайылымы мол болады, малы көбейіп отырады, ал оның жерінде көптеген адамдар тұрады деген сөз. Осылай батасымен бірге Жауыртау шатқалын Бегайдардың иелігіне береді. 1936 жылы өлкетанушы Балхаш Әбеев айтқан тағы бір аңыз бар. Шоқының атауы романтикалық эпостың кейіпкері қозы көрпешпен байланысты дейді. Сүйікті сұлуы Баянды іздеп шыққан жас жігіттің аты ұзақ жолдан қатты қалжырайды. Шоқының баурайында жауырыны қажалған ат аяғында тұра алмай жерге құлайды. Өз жолын одан әрі жалғастыра алмайтындығына өкініш білдірген ғашық жігіт бұл жерді Жауыр деп атаған екен. Шынында да алыстан көрінген шоқы қатпар-қатпар, құдды бір жара сияқты көрінеді. Біз шатқалға барып, Жауыр төбесіне шығуды ұйғардық. 200 жылдар бұрын бұл қашықтықты аттар мен түйелермен өтуге, ал жаяу тікелей жүріп бірнеше сағаттың ішінде де өтуге болатын. Ал біз болсақ қазір көлікпен 15 минутта тарихи орынға жеттік. Дәл осы жерден қаламыздың тарихы басталады. Жауыр шоқысы аса биік емес. Теңіз деңгейінен 628 метр биіктікте. Бірақ беткейлері өте тік және оған көтерілу оңай емес. Төбеден керемет көрініс ашылады. Кешегі өткен өмірдің саяхатшылары үшін бағыт-бағдар болғаны кездейсоқ емес. 1865 жылы Жауыртау шатқалы арқылы Ресей императорлық армиясының полковнигі Гейнстің экспедициясы өтті. Қырғыз даласына саяхат атты еңбегінде саяхатшы былай деп атап өтеді. 30 тамыз 1865 жыл. Күні бойы біз Нұра өзенінің жанында, өзеннің сол жағындағы Жауыр тауларынан пайда болған әдемі қақпаның жанында өткіздік. Күні бойы жаңбыр жауып, оңтүстік батыстан жел соғып тұрды. Ауа райы өте суық болды. 31 тамыз 1865 жыл. Айтпақшы, біздің киіз үй тұрған жердің жанында Нұра өзенінен биыл үлкен арық жүргізілген. Оны қырғыз қадыр қазыпты. Оның қыстауы біз тоқтаған жерден 5 шақырым жерде орналасқан. Ал арық 4 шақырымға дейін қазылған. Бірақ әлі қыстаудағы егістікке жетпеген. 1896 жылы осында Санкт-Петербург ғылым академиясының мүшесі Федор Щербинаның басшылығымен экспедиция өтті. Қырғыз жерін пайдалану бойынша материалдар атты 12 томдық экспедицияның нәтижелері 3 дала облысы мен 12 уездің көшпелі шаруашылықтарының бірыңғай тізімін қамтыды. Алғашқылардың бірі болып Ақмола облысы, соның ішінде Ақмола уезінің Спасск болысы зерттелді. Оның құрамына сол кездегі аумақтық жағынан Жауыртау шатқалы кірді. Жауыртау шатқалындағы шаруашылықтардың тізімдемесі бойынша бұл жерде халық көп қоныстанғанын байқауға болады. Мұнда 33 отбасы қыстады. Бұл дегенің 211 киіз үй, 1222 адам. Барлығы үлкен Арғын Мұрат руына жатады. Жауыртау қыстағында Мұхамедша Қадыр, Бауыркөл көлінде Әбділда Бекіш отбасы, Жұмақ шоқысында Тұрлыбек Тетіғұлдың отбасы, Жаңғызтөбе қыстағында Оразбек пен Ниязбек Тетіғұл тұрды. Соңғылары ағайынды Тұрлыбек, Ниязбек және Оразбек туралы әңгіме ерекше. Өйткені олардың қыстайтын жерлері қазіргі Теміртау қаласының аумағында, атап айтқанда Самарқан су қоймасының орнында орналасқан. Су қоймасының спутниктік картасын қарастырайық. Түбектегі тау жотасы Жұмақ деп аталады.
Мұнымен әрине дауласуға болмайды. Шоқылардың арасында бірнеше ойпаттар жасырынып жатыр. Олар қатты жел мен қар құрсауынан сенімді қорғалған. Қазірдің өзінде бұл жерлерде жасыл желіктің көптігі топырақтың құнарлығы туралы айтады. 19 ғасырдың аяғында көптеген көшпенділер отбасылары көшпелі мал шаруашылығы мен егіншілікті біріктірді. Естеріңізге сала кетейік, Жұмақ шоқысында Тұрлыбектің қыстауы орналасқан болатын. Оразбек пен Ниязбек қыстаулары қазіргі Самарқан су қоймасының аралы болып табылатын Жаңғызтөбе шоқысында орналасқан болатын. Шоқының етегінде Қарасу деп аталатын терең көл болған дейді. Қандай да бір себептермен бұл көлден су ішуге болмаған, және адамдар оған шомылудан да сақ болған. Бұл көл болды ма, жоқ па белгісіз. Бірақ қазірдің өзінде аралдың жанында су қоймасының тереңдігі жеткілікті. Жаңғызтөбе және Жұмақ шоқыларында Оразбек, Ниязбек және Тұрлыбек ауылдары жыл мезгілінің көп бөлігін өткізді. Олар қамыс пен құбаталмен жабылған қалың қабырғалы шұңқырларда қыстады. Бидай мен тары екті. Малға шөп сатып алмады. Олар оны өздері шауып жинады. Аң аулау мен балық аулау фермада аса маңызды емес еді. Ақмола және Омбы жәрмеңкелеріне барып сауда жасап отырды. Мал, тері, қымыз сатып, есесіне мануфактура, шай, қант, қажетті үй ыдыстарын сатып алды. Жаздыққа қарай ауылдар бөлінді. Бір бөлігі Жыланды өзеніндегі Шоқай шоқысына, бір бөлігі Баймырза жартасқа, ал енді бір бөлігі Қарағанды өзеніндегі Былқылдақ шатқалына көшті. Қыстаудан мамыр айының соңында кетіп, күзге қарай қайта оралды. Жауыртау көшпенділерінің бірнеше ұрпағы осылай өмір сүрді. Столыпин реформасы жылдарында 20 ғасырдың басында Жауыртау шатқалының аумағында Ресей империясының орталық аймақтарынан қоныс аударушыларға арналған қоныс аудару учаскелері пайда бола бастады. Осының себебінен қазақ ауылдары жылдар бойы мекендеген жерлерін тастап кетуге мәжбүр болды.